Қош келдіңіздер Түктібай атаның ордасына. Бүгін Маркиза апай, Алима апай шыраққа келіп отыр Түктібай ата ордасына. Енді ата жолында тағы да 26 қаңтарда ағаның соты болайын деп жатыр. Астаналықтар құрбан шалайын деп жатыр. Сол туралы бір ауыз сөз айтыңыздар. Пікірлеріңізді айтыңыздар. Тағы да сот жалғасып жатыр. Тоқберген ағамызды тағы да соттайын деп жатыр. Соған қалай? Не дейсіздер, әжелер? Жолыңыз үлкен деп сізге бастадым. Атыңыз бұрынырақ аталды ғой, енді сөйлеңіз. Мақұл. Осы ата жолына келгелі бері біздің маяк ретінде алдымызда Тоқберген аға дейді, жастардың бәрі мен Тоқберген ұстазым деймін, өзі жасыменен кіші болса да. Сол кісінің ұйымдастыруыменен осындай халге жетіп жатырмыз. Ұят аят дегеннің не екенін білмей жалаңаш жалпы шапқылап кеткен Совет үкіметінде өмір сүрген қазақ апалар едік. Сондай көп кемшіліктерімізді осы жерге келіп түзетіп жатырмыз. Сондықтан ол кісіні үлкен өзімізге рухани ұстаз тұтамыз. Ал енді сондай біздің қазақтың салтын, дәстүрін қайткенде тіпті қазіргі заманда тыңдап жүрсеңіздер, ол кісінің өзінің айтып жатқан лекцияларын коронавируспен қалай ауырмау керек екендігін айтады. Қазіргі замандағы, қазіргі мына біздің қоғамымыздағы, бейберекет болып кеткен қоғамымыздағы ең қажетті тақырыптарды қозғап отыр. Бұдан артық не керек біздің қазаққа? Өлмеудің жолын біліп алсаң, сол керек емес пе? Осындай кісіні апарып, жөнсіз өзінің білместігі арқылы сотқа сүйреп жүргендеріне соншалықты наразымыз біздер. Егерде ол кісінің үйреткен нәрселерінің бәрін халыққа жеткізе алсақ, бала шағамыз аман болса, одан басқа не керек бізге? Тек қана бір тақырыпты айтып отырмын. Ал енді бұл кісінің жеткізіп жатырған бізге тақырыбының саны жоқ. Және бәрі өте қажетті тақырыптар. Мынау бұлай дейтіні жоқ ішінде. Қай саладан алсаңыз да. Оның бәрін көп айта бермейін, сізге де сөз қалсын, Маркизадан кейін сөз қалмайды дейді ғой, жастар сондықтан кішкене тартып қояйын. Бұл жөнсіз сотқа біз қарсымыз, бір ауыз сөзбен айтқанда. Жарнама жасау керек, керісінше, мына сот бір жағынан жарнама сияқты болып жатыр біздер үшін. Бұл әділеттік жеңетініне біздер Алланың қарамағында болған адамдар болғандықтан өзімізді адам есебінде кісілігімізді жоғарылатып, кәдімгі қоғамның бір мүшесі ретінде, әжелері ретінде артымыздағы ұрпаққа айтатын сөзімізді айтамыз деп ұмтылған адамдардың осы менің пікіріме қосылмайтын жоқ деп ойлаймын, өз қарабатым. Иә, енді бүгін мына жерде бас қосып пікір алмастырып отырмыз. Енді мына Тоқаң жөнінде айтар болсақ, бұл кісі енді аса көрнекті барлық осы елім, жерім дейтін, ұлтым дейтін, салт дәстүрім дейтін адамдар үшін алғанда, ол кісінің айтқан сөздерінің барлығы да орынды және ол кісінің көкірегі бай білімге толы. Енді оның не үшін олай болды дегенде, енді ол кісі өзі ұзақ жылдар бойы Құранды зерттеген, Құран осы сан түрлі түскен барлық кітаптардың барлығын оқып болған, ғылымы жеткілікті. Оның үстіне бізде енді мына Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың сопылық жолын ұстанған бірден бір адам деп ойлаймын енді. Енді ол кісінің айтқан сөздерін осы WhatsApp-тардан көбірек тыңдап жүрмін. Тыңдаған кездерде енді менің өте бір әсерленетінім, осы біз қазақтың енді маңдайына берген осы Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың сопылық дәстүрінен қалған кейінгі ұрпақтарға жетіп отырған, бізге жеткілікті болып отырған жететін осы бір ғылымның өзі осы маңдай көз мәселесі.
маңдай көз осы Тоқберген ұстазымыздың жетегінде көптеген адамдардың осы Құран оқу, тазалану, киім кию, осы сияқты жолдарменен осы маңдай көздері ашылып, көптеген жақсы хабарларды, қажетті өзіміздің өмірімізге қажетті дүниелерді айтып, үгіттеп келе жатыр.